Қайырлы күн достар. Бүгін біздің тақырыбымызда армрестлинг туралы болмақ. Көпшіліктің сұрауы бойынша кеше комментарийден қарап отырмын. Жастардың көбісі қол күрес, яғни армрестлинг туралы түсіргізші деп сұраған болатын. Сол сұрауларыңызды бүгін орындап, менің қонақта біздің сұхбатымызда әлем чемпионатының қола жүлдегері Ануар Абдыкерім шақырған болатын. Ануаржан, қош келдің. Қош көрдік. Бүгін сұрақтарымызды бастамас бұрын қысқаша өзің туралы айта кетсең, жалпы осы армрестлинг спортына қалай келдің, сол туралы көрермендерге анығырақ айтсам. Есімім Ануар болады, Тараз қаласының тумасымын. Жасым 22-де. Осы спортқа 15 жасымда келдім. 15 жасымда келіп, 3 жыл айналысып, 3 жылда әлем чемпионатының жүлдегері атандым. Қазір міне 6-шы жылға кетіп баратыр. 6 жыл ба? Жалпы осы спортқа қызығушылығың қай кезден басталып, кім әкелді сені? Біреу себепші болды ма жалпы осы спортқа келуіңе? Бізде Таразда музыкалық мектеп-интернатта оқығанмын. Ол жерде бәрі музыкант емес енді. Үйірмелер болды. Сондықтан бізге ең алғаш бізде темір болмады. Фитнес зал сияқты зал ашылып, алғаш сыныптастармен бірге кіріп кеткем. Жай қызығушылықпен. Бана залға ма? Сосын тренерларымыз келіп дайындап, солай үйретіп, қызығушылықпен ғана қатыстық. Одан кейін зал бойынша облыс чемпионатына 12 адам апарды. 12 адамның ішінен жалғыз өзім 3-ші орын алған болатын облыста. Жұрт жібердім дейсің ғой. Сол облыста 3-ші орын алып. Бірінші жарыстан ба? Бір айдан кейін Жамбыл облыс чемпионатына апарып, сол облыста 3-ші орын алып, сол кезден ары қарай желание ашылып ары қарай кеттік қой. Кеттік дейсің ба? Міне финал. Алғазы Нұрсұлтан, Ануар Абдыкерім. Теледидар кімге бұйырады екен? Міне шешуші сәт. Бәрі келді, Абдыкерім жеңіске жетті. Ары қарай жалғастырмақшысың ба, әлде қазір оқытушы жағынан ба, әлде жаттықтырушысың ба? Жаттықтырушы да болып, өзім де шыққым келеді. Қазір кішкене жарақат алғым. Жарақат? Қолдан, кеудеден, солар жазылып, бір жылдан кейін. Қанша уақыт керек оған жазылу үшін? Жарты жыл, бір жыл аралық. Қазір сенде жаттығудан айығу процесінде жүріп жатырсың да? Сондай, Қазір сонда жарақат алған кезде жаттығу болмай ма сонда? Әлде жеңіл жалпы, мысалы, жеңіл-желпі бір жаттығулар жасап, бізде уже ұстап тұру үшін форманы? Травмадан уже жарты жылдай уақыт өтті. Қазір тренировка жасап жатырмын жай-жай. Бірақ енді действующий спортсмендік формасы бөлек болады ғой. Иә. Сол деңгейге жету үшін қайттан бәрін бастау керек. Жарты жылдай уақыт керек. Қола жүлдегер болдым деп тұрсың ғой, әлем чемпионы. Сол формаға келу үшін қанша уақыт керек деп ойлайсың? Ол формаға сол жақсы жаттықсаң, сол жарты жылда сол формаға келуге болады. Қазір де көп жоғалтқан жоқпын, просто қалай айтсам болады. Ол кезде бізде жарыс шығар алдында өте ауыр салмақтармен жұмыс істейміз. Мен қазір орташа салмақтармен жұмыс істеп жүрмін. Тек ауыр салмақтармен жұмыс істеп. Бізде спортта ойлайды ғой, жаңағы залға барады да, күреседі, күшті болып кетеді деп ойлайды. Темір көтермейді деп ойлайды. Бізде олай емес, бізде залда тек темірмен күш жинаймыз да. Былайша айтқан кезде штанга, кистқа бөлек, жим лежа бар, арқаға жаттығулар бар, аяққа жаттығулар, барлығын жасаймыз біз ауыр салмақтармен тек. Бұлай, мысалы сен маған айтып жүрсің, кеудеден, яғни грудьтан травма алдың да? Сонда бұлшықет жыртылып кетті ма? Бұлшықет жыртылды, қана 3 бөлікке бөлінеді дейді ғой. Осы ортаңғы бөлігі үзілді. Қол күрестен кеуде бұлшықеті жыртылуы мүмкін ба? Әлде сен өзің мынау подсовка, мысалы, арнайы жаттығулар салқанда икқа арналған жаттығулар жасап, содан залдан шыққаннан кейін өзімізді танитын балалармен күрестіріп, былайша айтқан кезде қатты бір күш түскен де жоқ. Просто мышца отказ береді ғой.
шаршаған ғой енді. шаршаған, Қатты жаттығудан кейін. талдырып барған өзім. Сөйтіп әдемі күліп қойып тартып жатқам. Өзің білмейсің ба? Иә, отказ беріп жіберді да. Андай қатты дауыс шығып, тарс етеді деп естігем. скоринг алып кетіп, сонымен ісіп, артынан тігіп, ондай біресе болды ма? Жазып, операция жасау. Жасаймыз деді, мен өзім отказ бердім, бірақ бицепс полный көгеріп. Дальнейшем мысалы, ал ертең болашақта сен чемпионаттарда, жоғарғы анау үлкен чемпионаттарда осы травмалар саған кері әсерін тигізбей ма? Оған кейін уже айығатын шығармын, нормально болатын шығар. Бұл жерде қатты особо не жоқ дейсің ғой да? Иә. Қауіп жоқ дейсің ғой үшін. Аха. Армреслингте бұлшықет маңызды емес дейді. Көбісі айтады, бұл жерде ең маңыздысы сіңір. Өзің ойың қалай? Толықтай келісемін, өйткені ойлайды ғой. Қолы дәу болса болды, ол күшті адам деп. Ондай емес бізде. Бізде көп чемпионның өзінің қолдары қатты үлкен емес, солай болып келеді. Бізде главный жаңағы сіңірге жұмыс істейді, ауыр салмақтармен. Кист көтерсе де 100 килоның үстінде көтеріп. Бірақ қолы жіңішке болса да, ауыр салмақ көтере алатындар болады. Ол жерде бұлшықеттің емес, сустақтар мықты болу керек. Білек буындары күшті болу керек, Осы спорттың армреслинг, яғни бодибилдингпен айырмашылығы және ұқсастығын айтшы. Бодибилдингпен ұқсастығы бізде былайша айтқан кезде жим-лежа, базалық жаттығулар бізде жасаймыз. Жатып, кеудеге көтеру, штанганы, Бірақ мысалы тек қана 2 повторение, 3 повторение сондай ғана жұмыс істейміз күшке. 6-7 повторение, 10 повторение, 15 повторение жоқ, ондай қажет емес. Неге? Өйткені бізде сіңірге жұмыс істеу керек, буындарды қатайту керек. Өйткені ол 10 повторение, 15 повторение ет жұмыс істейді да, жаңағы сіңірге күш бармай қалады. Бүкіл манағы қалпына келу процесі, восстановление, сонда мышца кетіп қалады ма, бұлшықеттер кетіп қалады ма? Бұлшықетке кетеді, иә. Сонда қалсада бұлшықет тауып, сіңірге күш бармай қалады. Дұрыс айтасың, иә. Мысалы, бицепске арасында 10 повторение, 15 қайталау жасайсыңдар ма? Әлде ондай мүлдем жоқ па? Олай болады. Білекке арналған тек басын, мысалы, бицепс стоя алып, 70 килограммен 2 повторение, 3 повторение жұмыс істеп, басын 3 подход, 4 подход. Дальше 5 подход, 6 подход, жаңағы қалған подходтарды 10 повторениемен жұмыс істесе болады. Ол кезде жеңіл бола ма салмақ, бірақ? Иә, салмақты азайтып, бірақ ең алғашқы подходтарды ауыр салмақпен бастасаң, сол кезде сіңір жұмыс істейді, дальше добивать етіп жібересің. Анор, жарысқа дайындық кезінде қалай жүреді жаттығулар? Бір апта қалғандағы маған не қызық, жарысқа бір апта қалады ғой, ең нағыз пикке шығу керек қой. Сол кезде қалай жаттығасың, соны айтып берші маған. Бізде сол 2 апта, 3 апта қалған кезде ауыр салмақтармен жұмыс істейміз да. 2 апта қалған кезде уже темірді ештеңені тастаймыз біз. Тек күресу, статикалық жаттығулар. Адамдармен ба сонда? Тренажеркеде жұмыс жасамайсыңдар, жоқ? Күресеміз, жаңағындай статикалық жаттығулар жасаймыз, изометрия тартамыз, жіппен статика ұстаймыз. Одан кейін бір апта қалған кезде бізде полностью демалып бәрі. Оған дейін жасаған жаттығуларың шығу керек қой сен. Қолың демалып барса, жарыста жақсы күресесің. Егер жарысқа дайындық кезінде бір апта қалғанда сәл жаттығып қалсаң ше, сәл ол кезде уже сен бұлшықетің талып, аяққа дайын болмай барасың, дайын болмай қаласың. Соның бәрін есептейсіңдер ма уақытымен? Или бұлай өзіңнің сезімің бойынша, міне қазір дайын тұрым деген сияқты немен барасыңдар ма бір? Әлде кейбіреулер 5 күн демалады, кейбіреулер 10 күн демалады. Әркім өзінің сезіміне байланысты. Өзінің қолын қалай сезеді, ол әр адам әр қалай. Бұл жақта да шамалы индивидуаль дейсің да, әркім өзіне да. Сен өзің қанша демаласың? Мен бір аптадан артық демалмаймын. Бір аптаға дейін 5 күн жетеді маған. Жетеді да? Жақсы. Енді келесі сұрақ. Мысалы, мынау маған қызық болып тұр. Бір өзіңнің қарсыласың болады ғой, көздеп жүрген. Бұрыннан танисың, ылғи жеңіп қалған, соны жеңген кездегі қандай ощущение аласың? Ощущение жақсы болады. Оны қалай айтсам болады? Анау еңбегің ақталған, көтере алмай жүрген, весті көтергендей боласың да.
жимнежияда мысалы 100 кило көтерсең бір 120 көтергің келеді. Иә. 120 қанша көтерсең де бара алмайсың деген сияқты ше мысалы. Сондай ощущение болады да, қуанып бір. Былай, мына әлем чемпионаттарында жүрген мықтылардың қазір өзің сөйлесетін адамдар бар ма сол? Жоғары деңгейде жүрген спортшылармен араласасың ба өзің? Иә, бізде Қазақстанда қол күрес өте қатты дамыған. Бізде мен тренерімнің өзі 5 дүркін әлем чемпионы бізде Таразда. Және де бізде 3 дүркін, 4 дүркін әлем чемпиондары бар. Заслуженный мастер спорта дейді ғой, сол дәрежені алғандар да көп. Жалпы Қазақстанда мықты спортшылар өте көп. Тараз бен Шымкентте Ең мықты деңгей сояқтарда. Иә. Школасы, мектебі да? Шардара деген естіген шығарсыздар. Иә, Шардарада ана аты кім еді? Бағана қол күрес жігіттердің аты. Қыдырғали деген жігіттер, мықты жігіттер бар, иә. Сенің салмағыңнан жоғары ма олар? Аха, олар 100 килода шығып жүреді. Мен 65-70 килода шығамын. Ол жігіт былай қарасаң 100 килоға жетпейтін сияқты. Иә, бой ұзындау, соны арық көрінгеннен кейін шығар. Бірақ 100-ге өзі салмақ бойынша, иә. Ануар, енді қазір көрермендерге арнап бір техника жағынан шамалы мастер-класстар сөйтіп көрсетіп жіберсек. Профессионалдар қол күреспен айналысатындар өздері біледі барлығын. Бізде жаңа қатыспайтын адамдар, көшеде жүріп күрестіретін адамдар, олардың ең басты қателігі бізде ең бірінші күрескен кезде бірден алып күрестіре береді. Олай дұрыс емес. Мысалы енді жарақат алып қалады, қолы сынады, сіңер жыртылады. Сондай буын ауырады дейсің ғой. Буындар ауырып қалады, жыртылмаса да. Бізде ең бастысы жаңағы разминка, қыздырып алу керек. Кисттарды айналдырып осылай. Жгут болса, жгутпен жаңағындай тартып қыздырған дұрыс. Жгут деген резинканы айтып тұрсың ғой, иә? Аха. Айналдырып осылай. Жай мен тартамын осылай. Мен қатты қарсыласпау керекпін ғой, иә? Сен тартасың жай, мен де жай. Аха. Бұндарды үйретуіміз керек күреске. Бірден бізде барлық күшті салатын болсақ, жыртылып кетуі мүмкін ғой, немесе сынып, қызбай тұрған қол. Иә, кез келген жаттығу сияқты бұл жерде де разминкасы бар дейсің. Разминка, иә. Бізде жарыста осы жерден ұстап алу керек, мына жіберуге болмайды. Мына жерде енді подушка жоқ, 4 пішті подушка болады, соның ішінде шынтақты көтермей, соның ішінде тұру керек бізге. Ішінде күресу керек, иә. Енді жалпы мен тұрған тұрысым қалай саған? Тұрған тұрысың кішкене аяқты тық. Қай аяқ қазір мынау? Сол қолмен күресіп отқан кезде сол аяқты кішкене ішке қарай тығып тұрасың. Так, мынау аяқ өзіме ыңғайлы күйінде тұра береді. Мынау кисті ең бірінші біз дұрыстаймыз. Түзу қоямыз. Команда берген кезде ғана судья біз күресеміз. Оған дейін біз тек қана түзу ұстаймыз. Бізде команда берген кезде мысалы верх техникасын көрсететін болсам, жоғары қарай күресуді. Жоғары қарай күресіп, осылай түзу тұрып, осы арқаны қосып, жаңа осы молоттың күшімен тартамыз осылай. Осылай. Бізде қол күресшілердің көбісі осы техникамен күреседі, өйткені стартовый положение дейді ғой. Стартовый положение ең оңай осы да. Жата қаласың артқа қарай. Жата қалғанда қараңыз сен. Осылай ма? Аха, мына сағатқа қараған сияқты жағасың осылай. Осылайдан да. Мынау срыв болмай ма? Біреулер жіберіп қояды не еді осы? Жіберіп қойған жағдайда бізде жіп байлайды қолға. Верх қалғанда негізі көп жіберіп қояды, иә? Жіберіп қояды. Мен верхқа көресем, сен верхқа көресең, уже екеумізде де жіберіп қоямыз, да? срыв болады. Жібергізбейтіндер бар ма? Ұстаған жерден айырмайтындар. Күштілер бар ғой, иә. Негізі бар, иә? Саусағы күшті болса, қашып баратқан жерінен осылай ұстап баса салатындар бар. Егер қашатын болсаң, саусақ шығып кету ондай нәрсе болуы мүмкін ба? Если былай қашуға тырыса берсең, ол сені басып жатыр, бірақ хваты мықты. Жеңілесің ғой? Бәрі жеңілесің, иә? Бізде мынау төмен жақтан қашуға болмайды. Победаға жақын қашатын болсаң, уже қарсыласқа победан береді да. Тағында нелер бар? Және екінші техника бізде бицепс. Бицепс техникасы күрекқа кіріп. Бізде только түзу тұрамыз. Судья команда берген кезде кіреді тек қана. Осылай кіреді, осылай тартады. Бағанағы верх пен осының айырмашылығы қандай? Верхта бізде жоғары жақта кисттің мына бөлігімен жағдатшы? Жоғарғы бөлігімен осы молоттың күші. Сен сонда мынау кисті сонда бұлай айналады ма? Айналып кете ма верх қалған кезде? Айналдырып, саусаққа давление, саусағын ашу. Менің мына саусағымда әсер етуді да сенің, да?
саусақ осы жерге давление береміз біз, ұрамыз, осы жерден ұрамыз. Ал енді бицепске осыны ашатын болсақ, бізде жеңіске жету оңайырақ уже. Все, түсінікті. Ал енді бицепстің несі айырмашылығы? Бицепсте сенде білек пен саусақ күшті болу керек, және де бицепстің күшімен күресесің. Осылайынан бұрайсың, осылай жатасың. Сол кезде бізде қарап отырсаң, молот жұмыс істейді очевой, жоғары қарай, вверхқа. Бицепске бицепс жұмыс істейді. Барлық техникада арқа күшті болу керек, білекпен. Арқанда қосасың да? Ең бастысы білек, сосын қол бицепстің күші әрине ол керек. Арқада жұмыс істейді, бүкіл дене жұмыс істейді ғой бізде. Осылай кіріп, осылай. Саусақтың бұл жерде қойылыстары бұндай бар ма? Ерекшеліктері саусақ қойған кезде, бицепске алған кезде мысалы? Жоғары қарай күресетіндер саусақты ішке қарай тығып күреседі осылай. Жау болады, Жаңағы күрекқа күресетіндер шығарып күресе береді. Осылай саусақ. Енді бізде үшінші техника, бізде трицепс деп аталады. Трицепстің күшімен. Бұл жерде қалай техникасы? Түзу тұрамыз. Судья команда берген кезде трицепске қарай жұмыс істейміз. Аламыз осылай. Аналарда сен өзіңе тартсаң, мына жерде чуть-чуть алдыға қарай басасың ба, получается? Таза трицепстің күшімен басамыз. Кистіні міндетті түрде айналдыру керек, иә? Айналдыру керек. Бүкіл техникаға бізде білектің күші керек. Білектің күшті болмаса, сенің жоғарыға тартатын болса осылай кистің ашылады. Ол кезде сен ұту үшін қарсыласынан 2 есе күшті болуың керек. Трицепстен қашып кететін жағдайлар бар ма? Мысалы, трицепстен алып кететін адамдар болады ғой. Мен примерно біліп тұрмын, сен қазір уже трицепске басасың. Сол жерден қашып кететін нелер бар ма? Хитростар сондай бір. Мысалы, мен вверхқа қашып былай срываться ету мүмкін. Ал трицепске қалай қашасың мысалы? Трицепске күресейін деп жатқан адамның жаңағы білегін аша алсаң, қаша аласың. Қалай сонда? Мысалы, мен мысалы кеттік, ал сен трицепске басам қазір, иә? Мен кеттік. Сол кезде вверхқа қарай, жоғары қарай шығып, маған уже сен сол кезде вверхқа күшті болу керек, осылай жатып, ашып тастауға болады. Все, түсінікті. В общем, бүкіл жерде негізі не бар дейсің? Техника ғой бүкіл жерде. Білектің күші. Бұл жерде күштен басқа техника да мықты болу керек, иә? Егер сенің білегің күшті болмаса, жаңағы техникалар жасай алмайсың. Мысалы, трицепске басып атқан жағдайда сен вверхқа шыға алмасаң, кистің мықты болмай. Сен уже жеңілесің. Басқа амал жоқ. Жалпы армрестлинг, в общем, білектің спорты ғой. Білегің мықты болса, бүкіл жерде жеңесің дейсің ғой. Енді сен маған мысалы, екеуміз давай қазір, менің қателіктерімді көрші, екеуміз күресіп көрейік. Сен енді бодибилдингпен айналысасың, күресіп көрмегенсің. Мысалы мен жим лежа мысалы жатып мысалы бір ретке мысалы 150-160 көтеремін. Бицепске мысалы 40-50 мысалы жасай аламын мысалы 5 ретке. Стоя. Мысалы күш жоқ емес бар сияқты. Бірақ мына жерде қалай сонда сен мысалы? Білектің күші ғой бізде. Соны көрсеңші. Мысалы біздегі балалар бицепс стояға 70-80 кило, сондай 100 кило көтеретіндер де бар. Стоя бицепс. Сенің 40-50 килограмм фигня дейсің ғой. Олай емес енді 40-50 кило да аз емес, бірақ енді бізде акцент көбінде сол қолға ғой. Жимға онша қарамайды. Давай, мен көрейін, сен басып тұруға көрсейін, тұрсайын. Енді арасында өтірік жеңіле салсаң да болады камера үшін. Давай, ал. Сен күшті жағыңды көрейін бір. Сен просто менің былай жасатып көр, сосын көресің ғой өзің. Давай. Бицепске күресіп көрші. Давай. Мен дұрыс ұстамадым бәлде. Қосу керек. Арқаны қосу керек бізде. Мен арқаны так бірінші өзіңе қыстым. Команда берген кезде өзіңе қарай тартып аласың. Өзіңе қарай. Арқаны. Сосын содан кейін жатасың. Сенің ұстанымың өзі бөлек қой кәдімгідей. Бізде енді техниканы үйрену оңай емес. Бір ай, 2 ай уақытта қойып алуға болады. Маған сенімен ұстасқаның өзі бір қара темірді ұстап тұрған сияқты. Кеттік ал. Ұстадым. Арқаны қостым. Сосын кистің майыстырам, иә? Кистің майыстырып, бицепске тарт. Вот осылай. Одан кейін трицепске. Қалай ұстаймын қазір? Түзу ұстайсың. Бұрайсың. Бұрағанда осылай бұрайым ғой, иә? Тоже арқаны қосасың. Маяқтың бәрін жинап алып басасың. Төмен қарай басасың. Көрейін. Вот осылай. Түзу қоясың қайтадан.
Бізде сол енді үшінші техника верхқа жұмыс істеп тұр. Бағана тартам ғой сен айтқандай. Саусақты ішке қарай тық. Тура сағатқа қараған сияқты. Хорошо, түсіндім примерно. Көшеде кетіп барып сағат қарайсың ғой. Тура сол сияқты шығарасың ғой. Осылай да? Ішке тығып. Кеттік. Так. Өзіме қарай спина қосам тоже. Спина. Верхқа жұмыс істеуге болады деген саған, жақсы. Верхта күш жақсы молотта. Да? Осылай аламын. Давай қайттан. Вот, осылай. Жақсы. Мынау маған шынымен де жеңілірек болып жатыр бағана қарағанда. Уже өзіме ыңғайлы екен да? Ыңғайлы. Маған мысалы сразу мына жерде мен преимущество сезіп тұрмын уже. Әркімде өзіне ыңғайлы. Сен тарттың ғой мысалы. Сен мынаны былай дедің, мен мынаны көтергенде как будто бір күш бар сияқты. Уже сенің слабый жағыңды былайына басшы беретін сияқты. Бағана сен мынаны вообще сезінген жоқ, баса аламын ау деген. Әркімде өзіне ыңғайлы техника болады, сол техникамен күресіп, соны дамытып жіберу керек та. Соған қарай жаттығулар жасап. Дұрыс. Енді онда мен любойын былай басатын сияқтымын ғой, кететін сияқты. Соны өзім көрсетемін жақсылап. Бізде аптасына 3 рет жаттығамыз. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма. Сол дүйсенбі күнгі жаттығуларды бүгін көрсетейін. Ол өзіңнің жаттығуың, жаттығу бағдарлама ғой сенің? Бицепске арналған. Басын бицепспен бастаймыз. Қазір разминка жасалайық. Бицепс қарасайшы. Жарылайын деп тұр. Бицепске разминка неше? 10 қайталау жасаймыз. Салмақ қалай болады? Әркім өзіне қарай 6 рет, 8 рет жасаса болады. Сен өзің 10-нан жасайсың ғой да? Разминка 10-нан болады. Разминкаге 2 подход, 3 подход жасап аласың да? Әркім өзінің сезуіне қарай қолдың. Қыздым дегеннен кейін ары қарай? Қыздым дегеннен кейін максимальный весті бастай береміз. Сен сонда всегда осы әрқашан тұрып штанга көтеруден бастайсың, иә? Көбінде, Көбіне, да? Немесе бір қолға арналған гантельмен. Гантельмен де жасауға, да? 55-60 килограмм жарыс барысында сондай көтеретінбіз. Қазір қанша килограмм аласың енді? Әлде қыздырмасың? Қазір мына жерде бізде ең үлкені 30 кило, осымен көрсете берсек болады. Осылай тұрамыз. Шынтақ орында. Тек рычаг қана қозғалады бізде. Яғни білек. Алты қайталаудан 5-6 рет жасаса жеткілікті. Содан соң молотты бастайық. Давай. Бізде келесі жаттығу молотқа арналған. Лучевой деп те жатады бізде мышцы. Соған арналған жаттығулар. Бұл бізде көбінде жоғарғы, верхқа күрестік қой. Соған арналған жаттығулар. Бұл жерде қанша жасайсың сен? Әр қолға? 10-нан разминка тоже. Бұл да разминка ғой, иә? Біз молотқа арналған жаттығулармен қолымызды қыздырып біттік. Енді бізде рабочий вес. Жұмыс жасайтын салмақ, иә? 25 килоны алып бастайын. Бұл жерде біз көп повторение емес, аз жасауға жұмыс істейміз күшке. Жақсы. Біз осымен неше жасау керекпіз әлі? 6 подход жасаймыз. Жалпы, бұны енді уақыт созып жасамай қояйық. Жігіттерге көрсетіп қысқаша кетейік. Сөйтейік. Келесі упражнение. Келесі жаттығу қандай болады мысалы? Бізде стерженьға арналған. Соны жалғастырайық. Сол жақта да? Лямкамен. Бізге бұл жаттығуға керегі
обычный лямка жаңағы пояс. Бұл каратэде қолданады, дзюдода қолданады. Яғни обычный белге байлайтын. Белге байлайтын. Міндетті түрде осындай болу керек пе? Ыңғайлысы осы ғой. Жұмсақ Қолға ыңғайлы. Жаттығу жасасаң. Бізде қазір біліне 10 килограмм. Әркім өзіне әрқалай жасаса болады бұл жаттығуды. Кім қанша көп көтере алады, күші сонша өсе береді ғой бізде. Хорошо. Он Примерно 10 килограмм. маған арнап қойғаным ба? Көрсеткеніміз ғой. Давай. Алатын болсақ. Мына бетке көрсетейін, иә? Давай. Бізге бұл жерде киіз түзу тұру керек та. Осы стерженнің күшімен осылай жұмыс істейміз. 2, 3, 4. Яғни мына білекті, қолды жоғары қарай көтеру керекпіз, иә? Мына жердің күші. Бізде күресіп жатқан кезде сынып кетпеу керек тоже. Дұрыс. Осының күші. Дальше осымен жалғастырамыз. Түзу. Осылай. Егер мынау былайынан сынып кететін болса, бұл жаттығу тоқтату керек. Сынбай осы жер түзу көтереміз. Түзу тұру керек. Бұл жерде қай бұлшықеттерге қай нелер жұмыс жасайды? Сіңірдің. Молот жұмыс жасайды, осы стерженді күшейтеміз біз. Мынау сынып кетпеу керек жарыста. Мысалы, бұның немен айырмашылығы қандай? Мысалы, гантельмен бағана жасадық молот. Былай қарасаң, екеуінің қозғалысы бірдей сияқты, бірақ молот алатын болсаң, полный гантель мына жерде білектен сап тұрасың. Иә, мен жабамын уже. Мына жерде ол сырттан келеді, иә? Сырттан келеді да. Уже сен майыстырады ғой. Кистқа давление береді. Сол кезде мына жерін күшейеді сен. Мынау білек. Иә, айырмашылығы болады сода, да? Сол қолға жасаймыз. Тура солайынан. Неше қайталаудан жасау керек пе? 5 рет, 6 рет. Одан көп керек емес қой, иә? Иә, одан көп керек емес. Мынау сынбау керек, түзу тұру керек. Жалғастырамыз осылай. Бізде келесі жаттығу пронатор деп аталады. Верхқа күресетіндердің ең қажетті жаттығуы. Ол сіз верхқа күресу қиын жарыста. Осылайынан аламыз. Және орау керек, орау керек. Осылайынан шығарып күрес. Айналдырамыз. Тура күрескен секілді ғой. Уже айналдырамыз білекті. Тура жаңа сағат қараған сияқты түзу қоямыз. Шынтақ орында. Салмақ көбейеді сәл, иә? Бана 10 мен жасадық, бұл жерде 15 килограмм. Мысалы, егер сен жаңағы стержен деп аталады, жаңа алдыңғы жаттығу. Оны 10 киломен жасайтын болсаң, мынаны 15-20 мен жасауға болады. Өйткені ол қиынырақ мынадан қарағанда. Мынау сәл оңай ма анадан қарағанда? Бірінші жаттығу бана, осының алдындағы жаттығу қарағанда? Оған қарағанда көп көтере аласың салмақ. Сол үшін сен үлкейттің ғой салмақ? Сол үшін үлкейттім. Және сол қолға жасаймыз. Орап алғандарын қараңыздар, қалай ораған. Анығырақ орап бір көрсетіп жіберсең, қалай орау керектігін жақсылап. Жігіттер өздері қызыққан жігіттер болса. Бір рет ораймыз жетеді. Бұл жерде шынтақ орында тек білек жұмыс істейді. Аламыз. Ұстаймыз. Арқаны қосамыз ба? Жоқ, арқаны қоспаймыз, иә? Бұдан негізі жарысқа шығам десең, 2 рет, 3 рет ауыр салмақпен жасасаң жетеді. Өйткені күрескен кезде осы жер жаңағы, осы упражнениеден осы жаққа шығу күшейеді. Өйткені сен көп повторение керек емес бұл упражненияға. Біз жаттығу соңында міндетті түрде турник жасаймыз. Турникті ашып емес, 2 қолды қосып, осы молотқа арналған молотқа және арқаға. Давай, көп. Қараңыздар қолдар қалай білектер жұмыс жасап жатқан, бұлшықеттердің.
турник бұл жерде тоже 6 подход аха бізде. Немесе 4 подход жасаса болады. қанша рет тартылдың сен? Бізде новичоктарға без груз жасаған дұрыс. Қолды үйрету үшін. Иә. Ал бізде профессионалдар только грузбен жасайды. Еще грузбен қанша жасайды олар? Грузбен беліне әркім әрқалай 40 кило байлайтындар бар, 50 кило байлайтындар бар. Шаман келгенше тартыласың ба? На максимум ба сонда бұл жерде? Турникте осы 4 подход немесе 6 подход біткеннен кейін соңында ең соңғы жаттығу статика. Статика яғни бір жерде нагрузканы ұстап тұру. Ұстап тұру. Көрсетесің ба? Сол жаққа барып. Давай, көрейік. Статика жаттығу бізде. Қолды түзу ұстаймыз бір орында. Осылай. Секундомер қосып қоямыз. Қанша секунд где-то? Примерно, шамамен. Шамамен 30 секундтан кем болмаған дұрыс. 1 минут ұстайтындар бар. Салмағына қарай ғой. Қозғалтуға былай көтеруге болмайды. Просто ұстап. Бұл жаттығу бізде қол күресте Маңдай ұстасып қалған кезде. ұстасып қалған жағдайда шыдамдылыққа береді да көп. Кім выносливый сол ұтады дейсің ғой, иә? Кім выносливый сол ұтады. Сондай кезде керек қой. Осындай жасап тұрсаң, жарыста мысалы біз 5 адам 6 адаммен шығамыз. Сол кезде бір адаммен ұстасып қалуың мүмкін да сен. Ұзақ тұрып қалуың мүмкін. Ұзақ тұрып қалуың мүмкін. Келесі адамға шыдамай қалуың мүмкін. Егер мынандай статика жасамасаң да. Иә. Вот как. Статика күшіңді пайдалануға да жақсы да. Күші бар болып бір рет тартып ұстасып қалса, уже қарай. Статика нагрузка жоқ уже. Шыдамы көп адам жеген. Төзімділігі жоқ дейсің оны. Төзімділігі. Кім мынаны аз істейді, сол адам бірінші ұтылады ғой. Иә. Төзімділік жоқ кезде, ұстасып қалған кезде. Күштер равный болады ғой. Күштер равный болған кезде кімнің төзімі көп, сол ғана жеңеді. Вот қандай. Негізі әрбір спортты былай қарап отырсаң, кіре берсең, кіре бересің, иә? Бүкіл спорт оңай емес қой. Маған мысалы осы күнге дейін армрестлинг просто ұстастың, бастың, немесе мына иықты қостың, биттің деген сияқты болып көрінетін. Сен ғана емес оны, елдің бәрі ойлайды, бізден сұрайды ғой, залға барасың да. Қазір біле келе, мынаның өзі бір кәдімгідей бір білім ғой, жатқан. Философия. Соңғы жаттығу осы. Бұдан кейін күреспей қойған дұрыс, өйткені қалай айтсам болады, бізде буындарға кішкене травма болуы мүмкін да. Статика жасағаннан кейін уже талып қалады, отказ береді сенде. Басқа біреумен күрессең уже трещина беруі мүмкін суставтар. Сондықтан осы залдан қайтар кезде ең соңғы осы жасап кету керек. Ортасында немесе басында жасауға болмайды, ең соңында жасаймыз бұны. Бізде енді көрсететін келесі сәрсенбі күнігі киіст білек жаттығуларын қысқаша көрсете кетейік. Бір подходтан. Бізде киістқа арналған базалық жаттығулардың ең басты жаттығу осы штангамен жасау. Бастайық. Осылай саусаққа жібереміз. Қайттан бұрап аламыз. Саусаққа жібереміз. Қайттан бұрап аламыз. Осы анор, осы жаттығудың аналогтары бар ма? Тағы да бір басқа варианттары негізінде. Басқа варианттары бар, бірақ ең қарапайым түрі, иә? Осыған жететіні жоқ. 4 подход, 5 подходтан кейін мына жерің жарыла жаздайды ғой. Соны айтамын. Ісініп, өзіңді әлсіз сезінесің ғой. Бірақ күш береді. Ощущение рахаттан да. Көрініп тұрса, мына саусақтарға дейін жұмыс жасағаны көрініп тұр да. Былай жіберген кезде уже саусақтарда жұмыс жасайды екен ғой. Саусақтар, иә. Тарттым, уже саусақтарда уже. Саусақтар ғой бізде главный. Саусақ, білек. Мен алдында біреуден естігем. Саусақпен ана верхний блоктан ұстап тұрып бүйтіп тартады деп. Әрбір саусақтарды жаттықтыруға болады. Бізде қазір фитнес залдамыз ғой біз. Қол күрес залға баратын болсақ, бізде ойланып көрмеген жаттығулар бар да біз. Уже неше түрлі нелер бар ғой. Неше түрлі армрестлинг фишкаларын көрсететін. Қазір бізге қарапайым халыққа түсінікті болу үшін осы фитнес залда соларға арналған ең басты нәрселерді көрсетеді. Дұрыс. Бізге де керегі сол негізінде. Иә. Өйткені қол күрескісі келетін әр адам қол күрес залға барамайды ғой. Мысалы үйіне алыс болады, немесе
для себя дейді ғой жаңағыдай. Таныстардың арасында біреу тұтқысы келеді. Иә, біздікі сол ғой. Армрестлер болып кетпесек те, әйтеуір залда бір келіп біреу сұраған кезде ұялмай күресетін. Ато жиын көтеріп отырсың, 160 килограмм. Біреу келеді да басып тұрса, тоже бір ұят болып қалады да, сондықтан кем дегенде сәл хитростарды білу, әйтеуір ана қарсыласыңа дайын болу деген сияқты жай негізі. Сәрсенбі күнгі жаттығу. Осыны қосасың, иә? Осыдан бастаймыз, осыдан 6 подход жасаймыз. Жаңа жасадық қой, стержен жасадық. Стержен тоже солай, 4 подход немесе 6 подходтан жасап, праната жасаймыз. Осы кесттен кейін. Сол екеуі. Среда ол сәрсенбі күні. Сәрсенбі күнінің жаттығулары, иә. Одан кейін бізге саусаққа арналған блиндарды тастасақ болады. Секундқа сатық қой. Иә. Сол секілді. Басып тұрасың. 20 кило, 25 килоны алып блиндарды қолымызға қыссақ болады. Мына жерде енді ыңғайсыздау блины. Бұнымен болады енді жасауға тоже. Болады. Көрсетіп жіберейік. Бізде секундомермен ба? Иә, секундомермен қанша секундтан шамамен әр залда блинді арқалай қойын. Иә. Немесе бұндай жасай алмаған адам саусақпен отжимание жасаған дұрыс. Немесе саусақпен 1 минут, 1,5 минут тұрған дұрыс. Статистики бағанада. Статикамен. Нагрузка, статикалық нагрузка. Біз осын көрсетейік. Осылайынан тоже 1 минут, 1,5 минут тұрамыз. Сен өзің қанша килограмм аласың мына жерде? Өзіңе? Елумен де жұмыс істеген кездер болған. 10 секундқа. 10 секундқа. Егер салмақ жеңіл болса, ұзағырақ тұруға болады, иә? Салмақ жеңіл болса, иә. Шаршағанша ма? Қол? Әлде бір арнайы секунд бар ма? Қол отказ бергенге дейін. Тұра бересің, солай дұрыс, иә. Дұрыс. Қол жай талып бастап жатыр. Бұл енді аз әрине. Иә. Сен тұра беретін сияқтысың, бол таста. Тұра беретін сияқтысың. Бұл жерде блин ыңғайсыз болып тұр бізде. Ондай жоқ адамдар саусақпен әшін тұрса болады. Осылайынан секундомер қосамыз. И осылай. Пол талғанша, әлде секундомермен жылайсың? Секундомермен тұрған дұрыс қой. 1 минут немесе 1,5 минут. Әркім әрқалай. Қанша тұра алады, өзі рекорд қойғысы болады. 1 минут тұрса, келесіде 1,5 тұрамын деген сияқты. Саусақ білек жаттығуларымен сәрсенбі тренировкасы бітеді. Және де бізде жұма күнгі жаттығулар, оны айта салсақ та болатын шығар. Иә, бағана жимлежа, ауыр салмақтармен, және де отжимание жасаса болады саусақпен. Жаңағы трицепске тоже жұмыс істейді, саусақта жұмыс істейді. Және де бізде арқа жаттығуларын жасайды көбінде. Өйткені жаңағыдай өзіңе тартқан кезде арқан күшті болмаса, өзіңе қарай тарта алмайсың. Білегің күшті болғанменше. Иә. Білекте, арқада барлық жер күшті болу керек. Анар, давай қысқа көрсетпесек. Қарсы болмасаң. Давай жимлё жанында бір көрсетіп жіберейік, сосын тағы отжимание, сосын арқаға. Бізде жұма күнінің жаттығуын бастайық. Жимлё бұл жерде. Бұл жерде қалай жалпы? Бұл жерде сала 100 кило істейтін адам болса, 100 килоға 2 подход. И 1 рет повторение, 2 повторение. Күшке, е? Және де арғы жағына 80 кило қойып, 7 рет, 8 рет, қанша жасалады, сол жасалады. Тоже 6 подход. Бұл жерлерде енді бағана сен айтып тұрған трицеппен басуға көмектеседі, иә? Иә. И білек шамалы. Жимлё өзің білесің, базалық жаттығу. Енді дененің, иықтың, иыққа да жұмыс істейді, трицепс бар. Бұл дененің жаттығулары ғой, былайша айтқан кезде. Базалық. Бұл күш береді, только сен бицепсіңді күшті ғана қылам деген тоже болмайды ғой. Бүкіл дене күшті болу керек. Сондықтан бұдан кейін аптасына 1 рет жимлё жасап. Иә, бұны жұма күні жасайсың сен өзіңе? Жұма күні. Жимнан кейін не жүреді? Жимлёдан кейін саусақпен отжимание. Бір көрсетіп жіберейік онда. Да. Мына жерге.
Бұл жерде Ануар сен саусаққа больше нагрузка түсіресің ба, әлде? Тек саусаққа, иә. Саусақпен, иә? Саусақпен. Трицепс жұмыс жасай ма? Трицепс талады ғой, иә. Жұмыс жасайды, иә? Трицепс иық бәрі талады, кеуде ісінеді. 6 подходтан кейін анаған барсаң уже. Мына жерде, да? Кеуде, трицепс, саусағыңда талады. Саусақтың күші еді да сол кезде. Дұрыс. Бұл жерде қанша жасаймыз? Так, жим 6 подход, саусақпен отжимание 4 подход. Қанша повтор? По максимум? Или 30-40 жасай алса? Қанша жасай алады. Бізде отжиманиядан кейін арқаға арналған жаттығу, гантельмен жасаймыз. Бұл жерде билдерский емес, кішкене кесті бұрамыз біз. Кест ұстап тұру үшін. Осылайна кесті кішкене бұрамыз. И дальше. Арқа және білек тағы жұмыс жасау керек дейсің ғой? Бодибилдингте ұстаған кезде дәл осы жаттығуды кесті түзу тұрады. Бұл жерде кесті, яғни білек майысып тұру керек екен. Айырмашылығы сода. Оң қол біткеннен сразу сол қол. Кесті бұраймыз. Бұл жерде 30 килограмм, бізде 50-60 килограмм жұмыс істейміз. Неше ретке? 3 рет, 4 ретке. 3 рет, 4 ретке, да? Жеңіл болса, но сен қазір нең ба? Разминкің, бірақ негізі разминка неше жасайсың? Мен қазір 15-тен жасадым, 2 подход жетеді. Сосын уже рабочий вес? Максималкеге қоясың да. Шаңғарып тұрып. 2 рет, 3 рет. 2 рет жетеді, иә? Сонымен жұманың, яғни жұманың жаттығулар осындай болады, тізімі, да? Не жди максимум, если делаешь минимум деген сияқты. Сонымен бүгінгі Ануар екеуміздің сіздерге түсірген жаттығуларымыз аяқталды. Ануар, саған көп-көп рахмет. Саған да рахмет шақырғаныңа. Көптеген кеңестерің, пайдалы ақпараттар алдым өзіме. Бұйырса, осыларды жасап, бір айдан кейін өзімді келіп айырып жіберем. Қалсын брат. Мен де ойлаймын, қол күреске қызығып, қатысқысы келіп, немесе сондай бір любительдер болғысы келіп жүрген жігіттерге түсінікті болды деп ойлаймын. Иә, біраз ақпараттар бердің, түсінікті бәріне. Енді, достар, видеоларымыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, осы видеоның астына өз ойларыңызды қалдырыңыздар, сұрақтарыңыз болса, Ануарға қойсаңыздар болады. Ануар бір тағы да кездескен кезде соған жауап береді деп тағы да кездесеміз деп ойлаймын әлде. Достарыңызға таратыңыздар видеоны. Иә, армрестлингпен айналысатын достарыңыз болса таратыңыздар, көрсін барлығы, бір пайдасы тиіп қалады деген ойдамын. Ануаржан, давай, келесі кездескенше. Саған сәттілік. Тезірек анау денелеріңнің травмаларың жазылып, әлем чемпионатының алтын жүлдегері болуыңа тілектеспін. Құдай қаласа. Жақын.